Мына 13 шакалды айтам да, иттік жасаған бар ғой. Сіздер осы өмірде анасының, папасының, банағы сестренкісінің, апаларының қарғысын аласыңдар. Осы өмірде жауап бересіңдер, ана өмірде жауап бересіңдер да. Сосын ертең түрмеге түседі ғой, осылар. Түрмеге түскенде атам Зашакалов жестко сұралады да, олар адам болып шықпайды ояқтан. Я вам это обещаю бар ғой. Өзім лично сол шаруаны алам өз қолыма. Сосын не? Қазақ елі айтайын дегем, мұнда түрмеде 80-70% наркотикпен отырғандар да, арақпен, ішімдікпен отырғандар. Кілен ішіп алып, банағы достарын өлтірген, банағы деген ішімдікпен не істегенін білмейді да. Қазір енді синтетический наркотик шығып жатыр ғой. Неадекватный состояние, кеше өздерін көріп жатсыңдар. Қолына деген нені алып алып, сабынды алып алып, телефон құсап сөйлеп отыр, там қуып отыр да. Бірінші наркотик тоқтаттыңдар, именно магазиндегі арақ тоқтаттыңдар. Арақ тоқтатпайсыңдар ма, мынандай өлімдер жалғаса береді.